Қазіргі қазақ әдебиетіндегі дәстүр мен жаңашылдық мәселесі. Қазіргі қазақ әдебиеті бұл тіл мен сананың, дәстүр мен жаңашылдықтың бірліктенген, күрделі әрі үйлесімді өрнегі. Бұл әдебиет 21 ғасырда мәдени өзгерістердің, жаһандану үрдісі мен жаһандық ақпараттық ағындардың ықпалымен жаңа серпін алды. Дәстүр мен жаңашылдық мәселесі қазақ әдебиетінде әрқашан өзекті болған. Өйткені әдебиет әлеуметтік сананың көрінісі ғана емес, ұлттық мәдени кодын сақтаушы және сол кодты жаңаша түрде тұжырымдаушы қызметін атқарады. Дәстүр мен жаңашылдық әдеби сабақтастық пен интертекстуалдық байланыс арақатынасы бүгінгі қазақ әдебиетінің түсіну үшін қажетті аналитикалық кілт. Біріншіден, дәстүр ұғымының мәнін ашып алу қажет. Дәстүр бұл тарихи түрде қалыптасқан әдеби тәжірибе, тілдік және стильдік нормалар, фольклордан бастау алатын көркемдік образдар, эпостық ойлау үлгілері, батырлар жыры мен айтыс өнерінің поэтикасы, халық музыкалығы мен ритмикасы. Дәстүр әдебиеттің тарихи жадын сақтаушы, оны болашаққа жалғастырушы механизм. Потанин дәстүрді ұлттық сананың әдеби формаға енген тарихи жүктемесі деп сипаттаса, Байтайрова дәстүр мен жаңашылдық диалектикасын ұлттық әдебиеттің эстетикалық жүйесі ретінде қарастырады. Екіншіден, жаңашылдық ұғымы бұл жаңа формалар мен мазмұн ізденістері, эксперименттік тілдік құрылымдар, постмодернистік және глобалды принциптерді әдебиетке енгізу. 20 ғасырдың соңғы ширегінен бастап қазақ әдебиетінде модернизм, постмодернизм, магиялық реализм сияқты ағымдар белсенді қолданылды. Бұл бағыттар дәстүрлі көркемдік нормалардан белсенді ауытқу арқылы поэтикалық жаңашылдықты жүзеге асырады. Жаңашылдық бұл әдебиеттің өзін-өзі жаңғырту механизмі. Ол оқырманның қабылдауындағы дәстүрлі көзқарасты қайта қарастыруға бағытталған. Дәстүр мен жаңашылдық арасындағы диалектиканың негізінде әдеби сабақтастық тұрады. Әдеби сабақтастық бұл ұлттық әдебиеттің тарихи үздіксіздігі, әдебиеттегі түрлі кезеңдер мен ағымдар арасындағы байланыс. Әдеби сабақтастық бұл идеялық және стилистік байланыстардың тарихы. Ол арқылы бір дәуірдің авторлары өзге бір дәуірдің авторларымен сұхбатқа түседі. Осылайша қазақ әдебиеті тарихи уақыттың ағысында үздіксіз даму заңдылығын сақтайды. Қазақ әдебиетіндегі дәстүр мен жаңашылдық арасындағы тепе-теңдікке жиі әдеби сын мен теориялық талдауларда мән беріледі. Ғылыми дәстүр мен жаңашылдық үйлесімі ұлттық әдебиеттің тұрақтылығы мен дамуының шарты. Ал теңгерімнің бұзылуы әдебиеттің өзіндік тұлғасын жоғалтуына әкеледі дейді. Нағыз әдебиет бұл өткен дәстүрге сүйеніп, болашаққа бағыт алған жаңа шығармашылыққа қозғалыс. Яғни жаңашылдық дәстүрмен қақтығыс емес, оның жаңа кезеңге өту формасы ретінде қарастырылады. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі дәстүрлі элементтердің бірі халық поэзиясының мотивтері мен эпостық ойлау. Бұл әсіресе ақындар поэзиясында айқын көрінеді. Мысалы, заманауи ақындар фольклорлық эпитеттерді, қайталамаларды, ауызша шығармалардан алынған тіркестерді өздерінің заманауи поэтикалық тілдеріне икемдеп енгізеді. Мұндай поэтикалық амалдар Абайдың мұрасы мен халық поэзиясының рухани мәдениетінен бастау алады. Эпостық поэзия бұл ұлттың тарихи жадын сақтайтын поэтикалық құрылым, ал оны заманауи тілдің құралдарымен байланыстырғанда ғана әдебиет жаңа тыныс алады. Сонымен қатар, прозада да дәстүр мен жаңашылдықтың үйлесімі айқын көрінеді. Қазақ прозасында тарихи романның әлеуметтік реализм элементтерінің классикалық үлгілері 20 ғасырдан бері қалыптасқан. Бірақ бүгінгі прозада авторлар жаңа формаларды, уақыттың пластикалық құрылымдарын саналы түрде интертекстуалдылық троптарды жиі қолданады. Қазақ прозасы өзінде тарихи реализм мен постмодернистік стратегияларды қосып алып, ұлттық философиялық ойды жаңа поэтикалық тілмен жеткізуге тырысады. Дәстүр мен жаңашылдық мәселесін қарастырғанда,
тілдің рөлі өте маңызды. Қазақ тілінің поэтикалық, прозалық функциялары 21 ғасырда кеңейіп, жаңа лексикалық, стилистикалық мүмкіндікке ие болды. Андрогогиялық мәтіндер, цифрлы поэзия, визуалды поэтикалық формалар, мультижанрлық прозалар қазақ тілінің көркемдік потенциалын кеңейтті. Бұл тілдік жаңашылдық дәстүрлі ауызша сөз мәдениетімен, классикалық әдеби тіл нұсқаларымен тығыз байланыста дамиды.